жасап жүрсіңдер ма? Жоқ, ұрлық жасауға келдіңдер ғой, иә? Жоқ, ашын ішін аралайда көріп кеткеніміз ғой. Көрсетем мен сендерге. Кез келген қылмыс, ұрлық қылмысқа жазылады. Ал кез келген қылмыстың жазасы Берекесі бар. қандай берекесі бар? Жазасы бар. Сондықтан достар, қазір мен сендерге ұрлық жасаған, қылмыс жасаған адамдарды қалай жазалау керек екенін көрсететін боламын. Жүріңдер менімен. Ал сенде ақпайлан бәрі бастады, алтын көмекпен ұрлайық. Құр сен бастадың ғой. Сен үйден ғой алтын көмекпен ұрлайық. Кел шоу лайк басып Жүріңдер. Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен біздің Мейрам кино студиясына алтын кнопка ұрлауға түскен Мадияр мен Заңғар мен челлендж ойнайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ағай, соң қақтан біліп қойдыңыз? Достар, қақтан біліп қойды ғой? Қақтан біліп қойды деген несі? Құрметті достар, мен де дәл сіздер сияқты Мейрам кино студиясына тіркелгем. Түсіндің ба? Қайдан білгенімді? Мен болған дейін өткен бөлімдегі сендердің ұрлыққа түскендеріңді көріп қойған болатын. Ба достар, егер сіздер тіркелмеген болсаңыздар, тезірек, бізде уақыт аз. Тіркеліңіздер, өйткені бізде қызық әлі алда. Құрметті достар, бүгін біз Мадияр және Заңғармен челлендж ойнаймыз. Оны ойнау үшін тек біздің арнамызға тіркелу керек, және бақылау керек, және көру керек, және қайталау керек. Ендеше дайын болсаңыздар бастайық. Біздің челленджді ойнау үшін бізге карталар керек. Бұл карталармен бірге қосымша ыдыс және шарик керек. Бұл карталарда достар сандар жазылған, цифралар. Ол не үшін екенін қазір түсіндіретін боламын. Достар, бұл челлендждің шарты мынадай. Ағай, сонда бұдан жеңіп шықса не сыйлық береді? Сыйлық ол бізде бостандық. Онда мен кете берейін, бәрібір мен жеңем ғой. Тоқта. Бізде бір емес достар, екі үміткер. Заңғар, сен не дейсің? Ол сен әшейін жеңем дейді. Сен мен жеңеміз. Жеңе ғой, мен сен әшейін жеңем ғой, дейсің бе? Құрек қабағы, мен сен майынды езіп жеңіп тастаймын. Менше өзіме сәл сенімсізінде. Сосын мен кіші андай сосын менімен бірге болыңыздар да. Мен ұтылып қалсам ағай. Мен қамап қойып, сіз лайк басып, комментарий жазып, подписаться тұрсаңыздар ата-анаммен қақта екенін біле алады. Сосын бізбен бірге болыңыздар. Кәтен құрайын мен жеңемі, гигант бәле десе. Аяғды бір гигант жақтық бұландай ғой. Тоқтаңдар. Бізде ұрыспен емес, сөзбен емес. Кімнің мықты екенін іспен дәлелдеу керек. Ендеше челленджімізді бастаймыз. Онда шарттар түсіріп жүресіз ба? Әрине, челлендждің шарты мынадай. Мына карталардың ішінде әртүрлі сандар жазылған. Кім картаны таңдайды, сол саны шыққан сан бойынша мына шарикті лақтыра отырып, ыдыстың үстіне түсіру керек. Ал бізге берілетін мүмкіндік тура 10 мүмкіндік. Так, ендеше челленджімізді бастайық. Бізбен бірге болыңыздар. Ағай, кімнің бірінші бастайтын қалай шешеміз? Кімнің бірінші бастайтын? Оң қолының шапалағы, яғни соққысы арқылы шешетін боламыз. Егер де менің соққыма кім шыдап тұратын болса, ол бірінші болады. Ал кім талып қалатын болса, ол екінші болады. Түсінікті ма? Онда дайын болса, бастайық. Бізде бірінші ойыншымыз талған жоқ. Демек, бұл бірінші болуы мүмкін. Бірақ бізде әлі екінші ойыншы бар. Ендеше Заңғар дайын болсақ, Ағай, енді екеумізді талмадық. Енді кім бастайтын, қалай шешеміз? Онда сулифа істейсілер? Ағай, сонда сулифа істейтін болса, бұл ұсқа таяқ жедік. Достар, мына қуа дегені қуса лайк басып кетіңдер. Сулифа! Түсінікті, бізде ең бірінші Заңғар бастайтын болды. Олай болса Заңғар, дайын болсын. Достар, маған 3 деген карта түсті. Мен қазір 3 рет мына допты 3 рет түсіруім керек. Ал маған 10 попытка беріледі. Ал ендеше кеттік. Кәл көрейік. Кірмеді. Әлі көп бар ғой. Кірмейді, қара. Айттым мен, саған кірмейді дедім. Мен әлі 8 попытка бар. Ой, көреміз әлі, кірмейді, қара. Айттым мен. Кірмейді. Ал достар, енді мен кезек екінші болып мен болып қазір қобалып жүр. Қандай саналса. Достар, 2 сан түсі. Маған 10 попытка беріледі, соны екеуін салсам Заңғарды ұтам. Бірақ сан ғой менде. Біреу бар. Не болды? Ұтам сен? Айтып көтек. Достар, ағай туалетке іші ауырып қалды. Мен негізі бұяқа ше ана алтынды іздеу үшін келгем ғой. Алтын кнопканы таба алмай сағалымды өшіре алмаймын. Сөйтіп барып гарантқа жұмысқа тұра алмай қаламын ғой. Лайк баспайсыңдар ма? Тұра бердім.
Достар, бүгін менің ішім қатты ауырып тұр да. Оның неге екенін өзім де білмеймін. Балалар, жаңағы челленджде кім жеңіске жетті? Екеуміз тең болып қалдық. Ал енді кім жеңіске жеткенін қалай біле аламыз? Қалай біле аламыз? Достар, кімнің жеңімпаз екенін қалай білуге болады? Таптым! Сіздер комментарийға заңғар немесе мадияр деп жазып. Ағай соны көреді, ағайға көрсетеміз. Сөйтіп барып, менікі көп болса, мен шығып кетемін. Жоқ. Жеңімпазды достар, басқаша анықтаймыз. Ол үшін бізге екінші челленджді бастаймыз. Екінші челлендж, яғни ойынымыздың аты аэропорт деп аталады. Ол үшін бізге темір дөңгелек, яғни біздің аэропорт керек. Ал ол аэропорттарға бізге ұшатын тікұшақтар керек, достар. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қазір тікұшақтарды көретін боламыз. Мен дайынмын. Достар, челлендждің шарты мынадай. Кім мына дөңгелекке самолетті 5 мүмкіндіктің ішінен көп салады, яғни сол жеңімпаз атанады. Ендеше дайын болсақ, бізбен бірге болыңыздар. Кеттік балалар. Бастаймыз. Ендеше бірінші Мадияр. Қазір саған үйіршкөбен көрсетеміз. Достар, байқағандарыңыздай бірінші мүмкіндігінен екеуі де айырылып қалды. Ал енді екінші мүмкіндіктері. Кеттік. Бәрекелді. Мадияр бір ұпай алды. Мадияр алда келе жатыр. Ал Заңғар, кезек сенікі. Топ. Ал әзірге Мадияр 1-0 алда келе жатыр. Жалғастырамыз балалар. Достар, сендерше біреуден артқа қарап қалдыңдар ғой. Кетерлі учкуге қарап ал. Салу. Үш салақ көрдің бе? Ой, Заңғар. Достар, мен жеңдім. Ұтылып қалмады Заңғар. Тупой, кәт жеңем демеді ғой. Мен онда үйге қайта берейін, көреміз, мен жеңдім ғой. Мә, достар, байқадыңыздар ма? Бұл сайыста Мадияр жеңіске жетті. Ал енді бізде әлі алда тағы да сайыстарымыз бар. Бізбен бірге болыңыздар. Қымбатты достар, әзірге бізде Мадияр жеңіске жетті. Бірақ әлі онымен сайыс аяқталған жоқ. Себебі әлі бізде тағы да челлендждер бар. Келесі челленджіміз, достар, ұрыспаймыз. Келесі челленджіміздің атауы тәттілер деп аталады. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Ағай, бұны не істейміз? Тупой. Сол пішінеді не істейтін білмейсің бе? Конечно жейді. Мақау. Дұрыс айтасың, Заңғар. Бұл печеньені ішейміз. Достар, ойынның шарты мынадай. Мына бір тәтті печеньелерді адамның пешенесіне қоямыз. Және оны ешқандай қолдың көмегінсіз-ақ маңдаймен, яғни эмоциялары арқылы аузына түсіріп жеу керек. Кім бірінші печеньені жейді, сол жеңіске жетеді. Бізбен бірге болыңыздар. Дайын болсақ, бастайық. Дайынбыз ба? Ендеше бастаймыз челленджімізді. Келдік, достар. Заңғар, Мадияр, кім жейді? Кім жейді? Эмоциямен, барынша эмоциямен. Түсір. Бірақ байқаңдар, түсіріп алмаңдар жерге. Заңғар алда келе жатыр. Мадияр, пешене жылжыған жоқ. Достар, уайымдамаңыздар. Мадиярдың печенесі түскенмен бізде тағы да печенелер бар. Міне. Достар, бізде Заңғардың печенесі аузына тақалыпты. Көрейік. Давай. Аз қалды, кішкене басын. Абайла, түсіріп алма. Абай бол. Мадияр, сындамда. Бол. Нан бүйтші. Эмоцияңды ойна. Былай, тарт. Бол. Былай, басын қисай. Абайла. Заңғардығы. Заңғарды құлап қалды. Бірақ қайтадан қойып берем, Заңғар. Басыңды көтерсең болады. Дәл мына жерге келген болады. Заңғар, қарап алыңыздар. Дәл осы жерде Заңғар тұрған. Ал Мадияр, Мадиярдікі де жақында қалды. Заңғар жылдам, әкел. Заңғар, бәрекелді. Заңғар жеңіске жетті. Достар, бұл жолы есеп 1-1. Заңғар жеңіске жақындады. Ағай, мен күнде жүйіп қалмайды ғой. Бірақ бізде Заңғар жеп қойған болатын. Ештеңе етпейді. Мұңаймаңыздар, достар, арнамыздан алыстамаңыздар. Бізде әлі челлендждер көп. Қабақ жеңе алмай қал. Аузын жапшы, ашқырақ. Пешенеше келген бәссің ғой? Қарбелес. Тоқтаңыздар, ұрыспаңыздар. Бізде ұрысуға мүлдем тыйым салынған.
Достар, келесі челленджімізді бастаймыз. Достар, келесі біздің челленджіміз қол жетімсіз тиын деп аталады. Ол үшін бізге 2 тиын керек. Бұл 2 тиынды бір-біріне біріктіру арқылы тақтаға жай ғана ұрамыз. Міне достар, дәл осылай тиынның арақашықтығын анықтаймыз. Менің қолым жетпей тұр. 2 тиынға да жетіп тұратын болса, онда бізде 1 ұпай, ал жетпейтін болса, бізде 0 ұпай болатын болады. Түсінікті болса, бастаймыз. Достар, біз челленджімізді бастаймыз. Бізде ең алғашқы болды. Ойынды бастайтын Мадияр. Ой, кешір Мадияр. Міне саған қос тиын. Ойынды бастауға рұқсат. Ой, достар, қолым жетпей тұршы. Достар, жетпей жатыр, бірақ мен есім түспейді. Мен 2 ұпай жинадым. Менде әлі 3 бар, сенде 2 бар. Достар, мен қазір сіздерге және Мадиярға мастер-класс үйретем. Сосын мен лайкпен қолдап кетіңіздер. Алдындағыдай, андай ұсталып қалып сөйтіп жүрмейді. Маған жеткізу үшін қарғын адамның қолы керек қой. Мадияр кесе сенің қолың болатын шығар. Құрып кетесе қолым бермей, уже біріншіден бастап ұтылдың ғой. Менде әлі 2 мүмкіндік бар. Қазір қалайда мен жеңем. Yes! Мен жеңдім. Достар, рахмет сендерге лайк басып кеттіңдер ғой. Тағы теңесіп қалдық қой. Жеңілесің болады ғой сенде. 300 үстінде ат. Өте тегізбей сенде. Екеумізге қалады болмаған осы. Құры? Енді не істейміз? Құры? Арам. Мен жеңілсем мен қалып қаламын. Я достар, бүгінгі челлендждеріміздің шарты бойынша екеуі де теңесетін болса, екеуі де осында қалу керек еді. Бірақ екеуіне жақсы жаңалығым бар. Сендерді құтқаратын бір ғана мүмкіндік бар. Қандай ол? Ол қандай мүмкіндік? Құрметті көрермендер, оның барлығы тек сіздердің қолдарыңызда. Егер де біздің осы челлендждеріміз миллионнан астам қаралым жинайтын болса, Заңғар мен Мадиярды студиядан босататын боламыз. Ол үшін тек сіздердің ғана қолдауларыңыз және просмотрларыңыз қажет. Аямаңыздар, бізді қолдаңыздар. Достар, өтеміз. Достарға жіберсе лайктар